Қаламызда барлық мектептерде терроризмге байланысты оқу жаттығу жүргізіліп жатыр. Мектебімізде болған жағдай, белгісіз біреу мектебіміздің қабырғасына бомба қойып кетті. Ол анықталды. Онымен арнайы қызметкерлер жұмыс жасап жатыр. Бомбаның залалсыздандыру мақсатында. Және сол мақсатта біз сіздерді сыртқа эвакуациялау мақсатында шығардық. Қауіпсіз аймаққа. Бүгінгі жаттығу өз деңгейінде жақсы өтті деп есептеймін. Балалар өздерін ұстау дәрежесін жақсы орындады. Жаттығу барысындағы оқушылар осымен оқу жаттығу аяқталды. Барлығымыз түгел сыныпқа барамыз.